Баршаңызға қайырлы күн қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін менің арнамда осындай жаңа рецепт тирамису тортын дайындайтын боламыз. Бұл рецепттің ерекшелігі біз печеньемен емес, бисквитпен дайындайтын боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз бірінші бисквитті дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқаларымыздың ақ уызы мен сары уызын екі бөлек ыдысқа бөліп аламыз. Ақ уыздарды шайқайтын ыдысымыз және миксеріміздің насадкалары барлығы құрғақ болуы қажет. Сол кезде біздің ақ уыздарымыз жақсы шайқалатын болады. Бірінші ақ уызға қантымыздың жарты бөлігін салып, миксерлеп аламыз. Кішкене көпіршігеннен кейін қалған бөлікті қантты салып, тағы да миксерлеп аламыз. Ең басында берілген мөлшердегі қантты екіге бөліп аласыздар. Бір бөлігін ақ уызға, бір бөлігін сары уызға қосасыздар. Сол кезде біздің бисквитіміз жақсы көтерілетін болады. Міне осылай ақ уыздарымыз формасын ұстағанша жақсылап әппақ болғанша миксерлеп аламыз. Енді сары уыздарымызға қалған бөліктегі қантымызды салып, тағы да қантымыз ерігенше миксерлеп аламыз. Енді сары уыздарымыздың үстіне ақ уыздарымызды күрекшенің көмегімен саламыз. Алдағы уақытта біз миксерді қолданбаймыз, тек қана осындай күрекшенің көмегімен жұмыс жасайтын боламыз. Видеода көрсетілгендей астынан үстіне қарап, жақсылап екеуін араластырамыз. Енді бұл сұйық массаның үстінен електен өткен ұнымыз бен қопсытқышымызды салып, жақсылап тағы да араластырамыз. Барлығын күрекшенің көмегімен орындаймыз. Егер миксерді қолданатын болсақ, біздің бисквитіміз көтерілмей қалуы мүмкін. Сондықтан осылай ешқандай біздің қамырымыздың ішінде түйіршік болмайтындай етіп араластырамыз. Ұндарымызды міндетті түрде 1, 2, 3 бөлікке дейін бөліп сала отырып, барлығын жақсылап араластырасыздар. Барлығын видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, сіздердің бисквиттеріңіз міндетті түрде көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Енді өзімізге керек форманы аламыз. Міндетті түрде қағазымызды орналастырамыз. Бірақ форманың ішіне, жан-жағына ешқандай майды жағудың қажеті жоқ. Себебі май жақсаңыздар, бисквиттеріңіз майға жабысып, дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Бисквитіміздің бетін осылай күрекшенің көмегімен бір тегіс қып қозғап шығамыз, немесе осылай қолымызбен кішкене форманы қозғалтсақ, өзі бір қалыпқа түсіп тегістеледі. Енді міндетті түрде 10 минут бұрын қыздырылған пешімізге салып, бисквитімізді пісіреміз. Міне бисквитіміз пісу барысында пісіп болғаннан кейін осылай шығарып, кішкене таяқшаның көмегімен пісіп-піспегенін тексереміз. Егер таяғымыз құрғақ болса, демек бисквитіміз піскен деген сөз. Және дереу бисквитті алмаймыз, осылай пешіміздің аузын ашып, кішкене 5-10 минут ауада суытамыз. Бисквит толық суып болғаннан кейін осылай пышақтың көмегімен жан-жағын бірінші кесіп шығамыз. Содан соң формамыздан босатып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша 2 немесе 3 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен 2 бөлікке бөлемін. Бірінші осылай пышақпен жан-жағын барлығын кесіп шығамын, бір қалыпты етіп, содан кейін жіптің көмегімен видеода көрсетілгендей бөлсеңіздер болады.
Енді тортымызға арналған кремді дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға қантымыз бен ірімшігімізді салып, миксердің көмегімен 1 минуттай жақсылап араластырамыз. Енді бұл қоспаның үстінен салқын кілегейімізді салып, кілегейіміз өз қалпын ұстап, қатты қалыпқа енгенше миксердің жай жылдамдығынан қатты жылдамдығына көтере отырып, араластырып шығамыз. Егер сіздерде менікі секілді осындай қолмен істейтін миксер болса, 7-8 минуттың ішінде біздің креміміз дайын болады. Міне біздің креміміз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай формасын жақсы ұстап, қатты қалыпқа енді. Біздің креміміз дайын. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Бұл торт тирамису торты болғандықтан кофенің дәмі шығып тұру өте маңызды. Сондықтан кофемізді алып, үстінен осылай қайнаған суымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Және бұл суды қазір біз бисквиттің арасына жағып, торттарымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен үстіңгі бөлігін осылай қойып аламыз. Және де осы дайын болған пропиткамызды щеткамыздың көмегімен жақсылап жағып шығамыз. Жақсылап барлығы сіңіп, кофенің дәмін беріп, біздің тортымыз өте бір ерекше дәмге ие болады. Осылай барлығын жағып шығамыз. Енді сыртынан біз торт жинауға арналған кольцомызды кигізіп, кремімізді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Егер сізде бұндай кольцо болмаса, онда жай ғана тортты жинай берсеңіз болады. Кремді бірінші осылай ортасынан жағып бастаймыз, және барлық жеріне тегіс бір қалыпты жағылуы үшін осындай кондитерлік қапшыққа жағып істеген дұрыс болады. Егер сіз қасықпен салатын болсаңыз, онда бір жерінде кремі көп, бір жерінде аз болып, бір тегіс болмайды, және сыртын әрлеу барысында қиындықтар туғызады. Сондықтан осындай кондитерлік қапшықтың көмегіне жүгініп, кремімізді толықтай бір қалыпты етіп жағып шығамыз. Егер менің арнамдағы рецепттер сізге ұнап жатса, менің арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыз, және келесі видео рецепттерді күтіп жүріңіздер. Тортымыздың бетін жай ғана какао ұнтағымен сеуіп әрлеп қойсаңыз болады. Егер қаласаңыз, осылай әртүрлі дизайнмен өзіңіздің фантазияңызға, идеяңызға қарай әрлей бересіздер. Мен осылай әрлеп жүрекшелермен жасап шықтым, және де бетіне жазуын жазатын боламын.
міндетті түрде жасап көріңіздер, барлығына ұнайды деген ойдамын. Және өте оңай, қарапайым рецепт, бар болғаны үйдегі заттармен жасалатын дәмді торт шығады. Міне тортым осылай шықты. Сізде міндетті түрде жасап көріңіз және де комментария бөліміне өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі видео рецептерде кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған әдемі, тек қана жақсы күндерде, тәтті күндерде кездесе берейік. Сау болыңыздар.